Bismillah, assalamu alaikum, армысыздар ағайын. Алдарыңызда шипагер Жұмадан Жарқынбекұлы. Өздеріңізге таза табиғи шөп дәрілерден дайындалған бір рецепт таныстырғым келіп отыр. Бұл бізде ем қабылдаған науқастың шөп дәрілерге тапсырысы. Өкпедегі фибриоз, яғни өкпенің қатаю, талшықтану ауруын емдеуге арналған. Ол аурудың негізгі белгілері болса, адамда жөтел болады, яғни өкпенің кеңеюі, кедергі ұшырағаннан кейін оттегінің тасымалдануы кедергі ұшырайтын, нәтижесінде адамда дем қысылады, жөтел пайда болады деген сияқты. Осы ауруды емдеуге арналған таза табиғи шөп дәрілерден дайындалған рецепт. Бұл рецепттің құрамында ақ таспа, аю балдырған, дала жалбыз, мия, кинелия шөбі, қоңырау гүл, күмбез шөп, тұт ағашы, қабығы сияқты таза табиғи шөп дәрілері қамтылған. Бұл шөп дәрілердің қасиеті өкпені тазалап, өкпедегі тыртықты қалпына келтіру, өкпенің зат алмасуын күшейту, өкпедегі қан айналымдарды рауандастыру. Сол арқылы өкпені тазалау нәтижесінде өкпенің өзінің кеңею, өкпенің тыныс алу қабілетін толықтай қалпына келтіруге себеп болады, Құдай қаласа. Ағайын, Алла бізден ем қабылдаған барша науқасқа толық шипасын берсін. Ауырмаңыз ағайын.